Okay, we're back with part two of the interview with Dimash's mother. Сонда әйтеуір туылдап, қазір Димашқа қол соғып барлығымыз көз тимесін деген сөзді көп айтып жатырмыз ғой. Айтқаны келсін ел жұрттың. Жоспар қандай деген әңгіме бар. Біз енді дұрыс әлем аузына қарай бастады. Қазір әлі жоғары оқу орнын тәмамдаған жоқ. Бітірді. Қазір сол өзі оқыған Қазақ ұлттық өнер университетінде магистратурада оқып жатыр биыл бірінші жылы. Білімін ары қарай жалғастырып жатыр. Дұрыс. Коммерциялық ұсыныстар көп бола ма енді? Мына жерге түсейінші кішкене. Анау аспандап кеттім ғой деймін. Әрине, ондай ұсыныстар көп болады. Ондай ұсыныстар жаңағы Димаш сол Қытайда байқаудың басым бөлігінен өтіп, ақтық мәреге жақындаған кезден ақ басталды. Әрине, оның барлығына бірдей қазіргі Димаштың мақсаты енді өзінің өнерін көрсету, сол мүмкіндігінше соны шыңдау, мүмкіндігінше концерттерін беру, жоспары дегенде жаңағы алда жарты жыл бұрын оның концерттері жоспарланады. Сондықтан биылғы 19 жылға өзі бір 2 концертін жоспарлап отыр қазіргі таңда. Соған арнайы шығармашылық топтар барлығы жұмыс жасайды. Енді басқа жаңағыдай мәселелерге барлығын сұрап отырғам жоқ. Дегенменен эфирден көріп отырған көрерменді қанағаттандыру деген бірдеңелер маған артық сұрақтар қойғызып қалып ықтимал. Өзімнің өрем жеткенше дегенім ғой. Тағы бір мәселе бар. Жалпы оқи ма, не оқиды? Димаш кімді оқиды? Оқи ма жалпы оқитын уақыты? Оқиды. Қазіргі таңда енді көбіне ол мына, бірақ өз студент кезінен өзінің әдеті вокалдық шығармалар, солардың дауыс аппараты, жаттығулар, неше түрлі осы Ақтөбеде отырып, неше түрлі бір мастер-класстар, сондай жөнінен көп оқитын, өзінің мамандығына қатысты. Және одан бөлек әрине өзінің бір сүйіп оқитын әдебиеттері, кітаптары бар енді. Ақын жазушыларды, өлеңдерін, бірақ оның бетіп жар салмайды да, бірақ біз оның сөйлескенде, әңгімелескенде, кейде бір арнайы өз посттарын жариялаған кезде аңғарамыз. Байқалады. Мен мұны сұрап отырған себебім, жалпы біздің соңғы айталық 50-60-70 жылда қазақ жасамаған шәуе жасады Димаш, менің ұғымымда. Бұл айтылды ма айтылмады ма білмеймін. Ол ұлы Қытай елінде бірнеше рет Абайдың Қытай тілінде аударылуының болуы Димашпен тікелей байланысты екенін білемін. Бір институт жасаған жоқ, ешқай жерде. Бір Димаш жасады. Сонда кімді оқиды деп сұрап отырған тектен-тек емес, ол Абайды оқимын деп Абайдан бірдеңелер айтқандықтан Абайға байланысты, информациясына байланысты болды деп ойлаймын. Жоқ, мен дұрыс. Солай болды ғой, Солай болды. Сол сөйлеген интервьюларында болмаса бір әңгімелескенінде Абайдан біраз үзінділер айтқан Димаш. Сол бір себеп болып Қытайда жаңағыдай аударма жұмыстары басталып кеткен. Абай деген кім? Неге мына Қазақстаннан келген кішкентай ғана бала Абайды аузына алып отыр? Яғни ол кім? Ол қандай ғұлама? Деп сол Абай тануға кірісіп кеткен екен. Әрине бұған қуандық бәріміз. Қуану аз болып тұр маған. Жай қуану аз болып тұр. Абайды әлемге таныстыру деген, Абай тану ғылымы деген жүріп келе жатқанына білінбей уақыт болды. Бірақ кішкентай біздің Димаштың өнері арқылы Абайды Қытайдың тануы, менің ойымша бұл құбылыс. Бұл құбылыс болды. Бағалай аламыз ба жоқ оны мен білмеймін. Менің түсінігімде солай. Ал енді мен бір шаруаны білемін. Қазақ радиосында сіздер ұсыныс жасалды уақытысында. Бір күн сол Димаш болып елге танылған кезде бір күн Димаштың концертін берейік деп, бірақ іске аспай қалды. Неге? Себебі ол Димаш жаңағы I'm Singer байқауының соңғы финалына жақындаған кезде болды осындай ұсыныс. Себебі Димаштың бір жақсы жеңіске қарай келе жатқанын барлығы білді.
Ол кезде Димаш та Қанат та екеуі де Қытай елінде болды. Енді қазақ радиосы мына жақта мен ауылдамын, маған шықты. Әлі күнге дейін есімде сөйлескен әрбір сәттеріміз қазақ радиосының адамдарымен. Олар бір күн бойы Димаштың шығармашылығына арнап, Димаштың әндерін радиодан бергісі келді. Бірақ іске аспаған себебі Димаштың дауысы жазылған фонограммалары жоқ. Бір 2-3 қана әнін таптық. Бұған қуанамыз ба, ренжейміз ба деген білмей тұрмын да. Білмеймін, Егер де ренжейін десем, керісінше жаңағы әні жазылып, тірідей ән салатындығының көрінісі секілді көрінеді маған. Радиодағылар тіпті сенер-сенбесін білмеді. Сонда ол қалай ән айтып жүр деп. Бірақ Димаш... Өйткені бүгін дүниенің бәрі фонограмма ғой. Фонограммадан қашықтау бала ғой. Сондықтан 1-2 әнін ғана таптық, дайдидауы бір арнайы жаңағы таспаға түсіру үшін жазылған. Тағы бір Қазақстан туралы бір әні арнайы сол бір бағдарлама үшін жазылған. Бүгін бар ма енді? Қазір осы сәтте Димаш өзінің алғашқы CD жинағын жасау үстінде өте ұзақ уақыт жасалып жатыр. Бұл, яғни әрбір әнді сондай ыждағаттылықпен дауысын қалдырып таспаға түсіріп жатыр. Бірақ ол күнделікті пайдалануға емес. Қазақ радиосы бола ма? Жоқ әлде біздің осы сұхбатымыз алғашқы өтетін Жетісу арнасынан бола ма? Осы идеяны іске асыруға қалай қарайсыздар? Сәті болады деп ойлаймыз, міндетті түрде. Жақсы екен, жарайды. Ұлттық құндылықтардың тамыры үйде екенін білемін. Мен кейде немерелеріме қарап отырып, осы мен не істеп жүрмін деп ойлап қаламын. Өйткені тілі қазақша шыққан баланың қазақ балабақшасына барғаннан кейін 2 аптадан кейін үйге келіп орыс тілінде не хочу дегенін көрген қазақпын. Дұрыс. Қандай құдірет екенін түсінбеймін. Бірақ сол кезде ойлағаным. Мысалы менің кличкам шалдың баласы болатын. Құдай берген секілді. Менің Қалиасқар деген атам болды. Үйдің 14-ші баласымын. Кенжені шал қолын алып, шалдың баласы болдым да. Сол кісілердің ықпалы мен мүмкін журналистикаға келді ме деп ойлаймын. Өйткені ол кісілердің ауызекі әңгімелердің өзі, шежіресі, кейін тамақ кішкене мектепке бармай жатып, мен батырлар жырын оқыдым. Мектепке бармай жатып оқыдым. Көзімді сол кісі ашты. Мұны айтып отырған себебім, Құдай берген ақсақалдың тәрбиесін көріп өскен бала екендігін аңғару, бір иіс алмас бір нақұрыс болмаса байқау оңай. Димаштың бойында ондай бір ұлттық бір, бүгін көп жастардың бойына кездесе бермейтін мінез байқаймын. Ал аталар институты, әжелер институты деген институт қанша көмегін берді деп ойлайсыз? Бұл енді әрине мақтайтын шығарсыз, бірақ соның ықпалы қандай болды, соның бір тоқтайтын жері бар ма деген сұрақ. Жалғыз Димаш емес, біздің үйде Димаштан кейін тағы 2 баламыз бар ғой, Раушан қызымыз және Әбілмансұр деген. Үшеуі де сондай. Себебі жаңа атасы мен әжесінің соларды арқаланып өсіп келе жатыр. Соларды арқаланады, сол кісілердің айтқан әңгімелерін тыңдайды, үлкен адамдар секілді сөйлейді. Бір қазақ тәрбие болады ата мен әже бар жерде. Және шектеу болмайды. Шектеу болмайды, бала еркін болады. Мен ойлаймын, тіпті біз ата-анамызбен бірге тұрамыз. Бәрекелді. Бірге тұрамыз. Сол кісілердің қолына келін болып түскеніме биыл 25 жыл болды. 25 жыл бойы. Рахмет. Ол кісілерде 50 жыл, бізде 25 жыл. Сондықтан мен ойлаймын, негізі бір қазақы орта, қазақы тәрбие, сол қазақ тәрбиенің құдіретін дұрыс ұрпаққа түсіндіру үшін ата мен әженің институты мықты керек деп. Біздің қоғамдық қатынастар қалаға келген адамдарды сол осы институттан айырды ғой. Өйткені өзі қаланың тіршілігі, жаңа бірге тұру деген өзі үлкен проблемаға айналды. Өйткені қазақтың басында үй болмайды.
бұл өзі бір ғылымда әлі зерттелмеген, дұрыстап баға берілмеген үлкен тақырып қой деп ойлаймын мен. Содан кейін ғой сұрап отырғаным. Ал енді абайды анандай миллиардтарға аударуға ықпал еткен Димаштың өмірі біздің мүмкін қоғамымыздағы аталар әжелер үйірмесін қайтадан қалыптастыруға әсер ете ме деген арман тілектер бар екенін жасырғым келмейді. Соны Димаштай болса екен дейді. Соны біз міндетті түрде насихаттауымыз керек, айтуымыз керек. Себебі осыдан қол үзіп бара жатырмыз. Ата-анасынан тек мүмкіндігі болса, бала шағасын алып бөлек кеткісі келіп тұратын жастар көп. Осы есіктен сол жастар шыққаннан ақ жаңағы екі ортадағы бір жел үзіліп қалатын сияқты. Себебі үйінде үлкен кісісі бар үйде ұрсыса алмайды жаңадан түскен жас келінмен абайлайды. Енді үйрене берген кезде бала келеді, баладан қысылады. Біз Қанат екеуміз күлеміз, шынымен де біз бір-бірімізге ренжісек, қатты айтпаймыз, көзімізбен ғана байқататын едік. Дауыс көтеріп ұрсысу деген үлкен кісілер отырған жерде өте ұят болып саналады. Міне тіпті басқасы басқа осындай бір өзегі сақталу керек. Сол кезде ғана бір ұрпақ, немере, жаңағы ұлттық болмыс деген сияқты ұғымдарға әрі қарай кетуге болады. Сол менің ойым. Сұрақ көп еді. Әр нәрсе әр жаққа жетелеп отыр. Бір өзі мысалы көп балалы үйдің өзінде де арасында бір баланы жақсы көреді біреу. Димаштың репертуарынан өзіңе ең жақын әнді атай аласың? Ең жақын ән сол Дайдидау болар. Себебі білмеймін, осы әнді өзі бір тағдыры қиын ән ғой негізі. Халық әні деді, Мағжанның әні деді. Жаңағы жан жаққа талан-таражға түскен шығарма бұл, шынын айтқан. Білмеймін неге екенін, осы әнді Димаш өзі қатты ұнатты, осы әнді бір айтуға аңсар алып тұрды. Сол кейін әбден әннің сұлбасын барлығын өзі жасап, жаңағы кульминациясы, бір шарықтайтын жері, әннің басы, аяғы дегеннің барлығын, ол құрылымын Димаш өзі жасайды. Құрылымын. Кез келген музыканттармен, аранжировщикпен болмаса, жаңағы оркестрге түсіретін дирижермен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде әннің құрылымын өз қалауынша айтып береді. Содан осы Дайдидауды осы бағытта орындаймын дегенде таңғалдық. Бірінші неліктен дәл Дайдидауды таңдады? Неге басқа ән емес? Неге қазіргі заманауи жаңағы күнделікті айтып жатқан махаббат емес деп, неге осы әнді деп ойландық. Бірақ кейін бұл әнге жаңағыдай қылып реңк берген кезде түсіндік. Содан бері Дайдидау бәріміздің жүрегімізде қалды. Дайдидауды қанша рет тыңдаған сайын Димаш әртүрлі айтады, соны әртүрлі қабылдаймын. Қазақтың күйшілерінің шығарған баяғыдағы нотаға түспеген ұлы халық күйшілерінің шығарған күйін өздері тіпті алысқа бармай Нұрғиса ағамыз өзінің күйін 3 жерде орындаса 3 түрлі орындайтын білемін. Солай. Бұның құдіреттілігі де сонда. Ештеңе өзгермейді, бірақ міндетті түрде басқаша орындалады. Мұны сұрап отырған себебім, Лондонда айтылған «Махаббат бер маған» Қанаттың әні. Айгүл Бажанованың әні. Айгүл Бажанова сөзін жазған оралдық бір ақын жігіт. Мен қате естіген екен ғой, әкесінің әнді. Қанаттың өзі де Димашта арқасын, Оралхан айтпақшы, бөкейіп, арқасын қалың елге, аяғын қара жерге, туған жерге тіреп тұратындығын тәрбиелеу үшін не істеу керек деген сұрақ қойып бола ма? Жоқ, сұрағыңыз терең болады. Оған менің бір керемет қылып жауап беруге шамам да келмеуі мүмкін. Бірақ не болғанда да жаңағы сіздің айтқан сөзіңізді Қанат та атасы мен әжесі де күнде құлағына құйып отырады. Шынымен арқасын еліне тіреп тұрып, көкірегін керіп тұрып, әлемнің алдына шығуға болады. Қай кезде де күш беретінде, қай кезде де бір демейтінде, қай кезде де маңдайынан сипайтынды, ол ең алдымен өзінің елі, туған жері.
Сондықтан Димаштың жаңағы кешегі де көк байрағымызды алып шықты ғой ең бірінші концертте. Қатты әсер етті енді. Әрине, әрине. Димаштан басқа кімді тыңдайсыз? Иә. Әдемі бар тек жан дүниесімен орындалған кез келген шығарманы тыңдаймын. Ондай бар ғой. Бар, бірақ сөзі де, әуені де астасып, орындаушысы келсе ғана тыңдаймын. Сөзі нашар дүниелерді тіпті тыңдағым келмейді. Себебі мәні жоқ, мағынасы жоқ дүниеден қаша білуіміз керек. Міне, осыны бүкіл өнерде жүрген, болмаса өнерге келе жатырмын, өнерде бармын, өнер адаммын дегендерге Димашқа сенген секілді сендірудің тәсілін іздеп жүрген қазақтың біреуімін мен. Шіркін-ай, мысалы өзі әнін жазып, өзі өлеңін жазып, өзі орындап жүрген түкке тұрмайтын әндердің бүкіл қазір хитқа айналып бара жатқанын көргенде қорқатыным рас. Бақытты алып келіп жатқаныңызға, анандай бала тәрбиелегендеріңізге, миллиондаған көрермендердің атынан десем де, бүгін соған құқым бар ғой деп ойлаймын. Сіздерге табыс тілеймін. Сіздердің табыстарыңыздың жалпы қазақтың табысы екеніне мен сенемін. Үлкен рахмет. Рахмет. Үлкен баға ол сіздің жаңағыдай сеніміңіздің өзі. Рахмет айналайын. Рахмет. Біз хабарымызды Ақтөбеден жүргіздік. Ақтөбе жұртына, Ақтөбе облыстық телевизиясының менеджерлеріне, басшыларына, осында қызмет жасаған азаматтарына біз хабардың атынан, жалпы біздің арнаның интернеттегі орнымыздың атынан алғысымды білдіргім келеді. Бәріміз тағы да бай, қуатты болайық. Okay, I enjoyed that interview. And now that we have just a little bit more time left that I can do something before life takes over here, I found this one, and it is mother and daughter singing. And this is another one that I hadn't seen until it popped up on my recommendation. So I'm going to close this out, let this one play out for us. And so I hope you enjoy it. Please leave some comments. Let me know your thoughts on it. Let me know your thoughts on my channel. Suggestions as to how I can improve. Suggestions of artists that I can investigate and give some reviews on, or even other subjects, not sticking just to music. As I said, I like K-pop, K-dramas, C-dramas, J-dramas, and I'm actually, as I think I mentioned earlier, ESL tutoring for some South Korean students who are in the entertainment industry. So every once in a while I get little tidbits about the backstage antics on that. I could add some of that to it. Well, with that, I am going to say good night, good day, good morning, and peace.